Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің YouTube көрермендерім. Қазақша керек кеңестер арнасына қош келдіңіздер. Арнама тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Бүгінгі видеода осындай буы бұрқыраған пельмен тағамын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес берем. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Енді қамырымызды еритін боламыз. Мысалы үшін маған бір үлкен суала қамыр керек. Мен оған бір жұмыртқа қостым үлкен, және 200 грамм, 230 граммдай су құйдым. Дәміне қарай тұзын салдым. Алдын ала електен өткізілген ұнымды үстінен осылай қоса отырып, қамырымды илеуге кірістім. Қамырымыз не қатты болмау керек, не жұмсақ болмау керек. Қамыр иленді. Енді қамырымыздың бетін жауып, тындыруға қойып қоятын боламыз. Қамырымыз тынғанша пельменнің ішіне салатын салмасына пиязымызды тураймыз. Пиязды 4 бұрышты етіп, майда етіп турау керек. Егерде үлкен болып қалатын болса, қамырды ол тесіп кетуі мүмкін. Осындай майдалықта пиязды турап алыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне туралған пиязымызды салдық. Оның үстіне енді дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. 1 шай қасық тұз салдым. Қара бұрыш, қызыл бұрыштарды салатын боламыз. Біз негізінде пельменді кішкене салмасын ашшілеу етіп жейміз. Сондықтан сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Дәмдеуіштерімізді салып, салмасын осылай жақсылап араластырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз да тынып жаюға дайын тұр. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Пельменнің қамырын қатты жұқа етіп жаймайтын боламыз. Және де мен бұл жолы пельменді домалақ пішінде кесетін боламын. Бұл менде бауырсақ кесетін форма. Сол форманың ортасындағы ортаншы көлемімен кестім. Осындай формада кесіп пельмен жасайтын болсаңыздар, өте сүйкімді, әдемі болып шығады. Қамырларды осылай кесіп алып, пельменімді теуге кірістім. Пельмендерімді түйіп болдым. Енді осы пельменімнің шетінен өзіме керегімді пісіріп алатын боламын. Қалғанын морозға қатырып қоямын. Келесі жолы түскі асқа немесе кешкі асқа дайын болып тұратын болады. Қайнап тұрған суға пельменімді салдым. Енді піскенін күтетін боламыз.
Міне нәтижесінде осындай буы бұрқыраған, дана-дана болып түсетін пельмен дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау саламат болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.